Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін тауық еті қосылған өте дәмі ерекше болып шығатын фунчоза салатын дайындаймыз. Бұл салатты міндетті түрде дайындау керексіздер. Ең алдымен фунчозаны ыдысқа салып, үстіне қайнаған су құйып 5-10 минутқа қалдырамыз. Әрі қарай тауық етін турайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен ұзын-ұзын етіп турадым. Одан кейін болгар бұрышын сары және қызыл түстісін таңдадым. Оны да осылай ұзын-ұзын етіп, яғни соломкаға турайтын боламыз. Чеснокты да майдалап турап алдым. Келесі сәбізді осылай теркадан ұзын-ұзын етіп өткізіп аламыз. Одан кейін қиярды турайтын боламыз. Міне барлығын осылай турап алдым. Табамызды газымызға қойып, кішкене пістемай құйып, етті қуырып бастаймыз. Тұз қостым және де жаңағы тураған чесногымызды қосамыз. Осылай жақсылап, орташа отта қызарғанша осылай қуыратын боламыз. Одан кейін паприка және де қара бұрыш қостым. Тауық етіне өте ерекше дәм береді. Міне осылай қызарып қуырылады. Әрі қарай соя соусын қосатын боламыз. Араластырып алып, осылай әрі қарай сәбізді және де болгар бұрышын қосып қуыратын боламыз. Міне достар, енді жаңағы фунчозамызды алып, салқын суға салып, яғни суын төгіп тастадым. Әрі қарай осылай пышақпен кесіп алатын боламыз. Сөйтіп, табамызға салып, жақсылап араластырамыз. Және де қиярды салатын боламыз. Екеуін қосып жақсылап араластырамыз. Осының үстіне чим-чим соусын қосатын боламыз, достар. Видеоның басында көрсеткен болатынмын. Сол соусты қоссаңыздар, дәмі өте ерекше болады. Және де әдемілігі үшін осылай күнжіт сепсеңіздер болады. Міне достар, салатымыз дайын болды. Өте керемет, рең береді сіздердің дастархандарыңызға. Дәмі өте әдемі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай. Жақындарыңызға жасап қуантсаңыздар болады. Аз болсын.